Қайырлы күн, мен есімім Санжар, есі 22.01 студенті. Бұл сабақта біз инновация сабағын талдайтын боламыз. То есть инновация сабағының лабораториялық жұмысы мен семинары. Және біздегі тақырып шешім ағашы Decision Tree деген тақырып. Так. Мен өз кодты ашып қояйын. Ең бастапқыда біз шешім ағашы туралы айтатын болсақ, шешім ағашы дегеніміз Decision Tree. Бұл классификация немесе регрессия үшін қолданылатын модель. Деректерді бірнеше сұрақтарға жауап беру арқылы бөлшектейді. Қалай жұмыс істейді деген сұраққа жауап беретін болсақ, деректер ағашының түйіндеріне бөлініп, әрбір түйінде белгі бойынша шешім қабылданады. Ал оның көрсеткіштеріне ағашты құрғанда Джини индексі немесе ақиқаттық қатынас Information Chain арқылы ең жақсы бөлшектеу таңдалады. Decision Tree'дің артықшылықтарына түсінікті және визуализациялану оңай, қарапайым деректермен жақсы жұмыс істейді. Ал кемшіліктеріне артық оқыту overfitting болуы мүмкін, егер ағаш тым терең болса, және ол деректерге өте сезімтал болып келеді. Қысқаша айтқанда, шешім ағашы деректерді бөлшектеп, қарапайым сұрақтарға жауап беріп, нәтижелерді ұсынатын тиімді модель болып саналады. Так, енді кодты түсіндіре кететін болсам. Так. Бұл кодта біз шешім ағашы, то есть Decision Tree моделін қолдана отырып, иерис деректер жинағының классификациясын орындауға арналған келесі қадамдарды жасаймыз. Ең бастапқыда бізде библиотекалар бар. Библиотекалар туралы айта кететін болсам, Pandas пен NumPy библиотекалары деректермен жұмыс істеу үшін арналған. Matplotlib, Seaborn визуализация үшін, Sklearn машиналық оқыту үшін қолданылып отыр кітапхана. Оның ішінде деректерді өңдеу, модельдерді құру және бағалау үшін функциялары бар. Ең бастапқыда біз деректерді жүктейміз. Seaborn кітапханасынан иерис деректер жинағын жүктейміз. Сосын деректердің алғашқы 5 қатарын көрсетеміз. Келесі бізде мәліметтер туралы ақпарат. Деректердің құрылымын көрсетеді. Ал df info деген қатарымыз біздің. df info қатары. Ал келесі қатар df is null деген қатар. Бұл мәліметтерде бос мәндер бар ма, соны тексереді. Келесі қатар бізде визуализация. Визуализацияда барлық график шығады. Ол белгілердің арасындағы байланыстарды көрсетеді. Келесі визуализациямыз бізде корреляциялық матрица. Ол белгілердің өзара корреляциясын көрсетеді. Келесіде бізде деректер дайындау. Бұл қатарларда бізде бұл бірінші қатар бізде df drop species axis 1 деген қатар. Белгілерді алып тастап, тек ерекшеліктерді қалдырады. Ал y-ті табатын қатар екінші қатар. Мақсатты айнымалыны сандық мәндерге түрлендіреді. Келесіде бізде мәліметтер бөлу қатары. Бұл жерде try and test split келтірілген. Осы арқылы деректерді оқыту және тест жинақтарына бөледі. Келесі қатар бізде модельді құру, maxDef параметр арқылы. Бұл қатарда шешім ағашы модельді құрады. Decision Tree Classifier арқылы модельді құрады. Сосын Dtree қатары арқылы модель жақтықтырады. Келесіде бізде болжау және бағалау қатары. Болжау және бағалау қатары. Бұл жерде бізде Y-pred, Dtree predix, X-test. Бұл қатарда біз тест жинағына болжам жасайды. Ал келесі қатар classification report бұл модельдің өнімділігін бағалайды.
дәлдігін көрсетеді, қателігін көрсетеді және тағы басқалар. Келесі қатар матрица путаница деген қатар бізде confusion matrix. Бұл визуализация дұрыс және қате болжамдар көрсетеді. Бұл мәліметтер матрицасы болжаудың нақты және болжанған санаттардың салыстырмалы саны болып табылады. Және бізде ең басты тапсырманың бірі шешім ағашының визуализациялау, decision tree'nin визуализациялауы. Бұл жерде plot tree қатары шешім ағашының құрылымын графикалық түрде көрсетеді. Келесіде белгілердің маңыздылығын көрсету қатары. Feature importance әрбір ерекшеліктің маңыздылығын бағалайды, яғни шешім ағашы үшін ең маңызды белгілерді көрсетеді. Және келесі қатар бізде соңғы қатар кросс валидация. Бұл қатарда кросс вал-скор қатарында кросс валидация арқылы модельдің тұрақтылығын анықтайды. Мысалға 5 fold кросс валидация нәтижелері көрсетіледі. Жалпылама қысқаша айтқанда бұл код ирис деректер жинағының көмегімен шешім ағашы классификаторын құру, бағалау және визуализациялау үшін барлық қажетті қадамдарды орындайды. То есть модельді құрады, бағалайды, оның жұмысын визуализациялайды. Осы сынды жұмыстарды жасайды. Біз нәрде көрсек болады, модельдің жұмыс барысы мынау бізде консольда келтірілген. Және бұларды біз визуализациялай аламыз. Тағы бір бөлігі. Бізде ең бірінші шығатын графика бұл барлық модель. Бұл жерде бұл график барлық сандық белгілерді жұптарын, қосымшаларын бәрін біріктіріп көрсетеді. Бұның мақсаты белгілер арасындағы байланыстарды визуалдау. Әрбір диагональді ұяшықта бір белгінің гистограммасы көрсетіледі. Ал басқа ұяшықтарда екі белгі арасындағы қатынас көрсетіледі. Келесі графика бізде корреляциялық матрица. Бұның мазмұны бұл график белгілер арасындағы корреляцияны көрсетеді. Мақсаты белгілердің бір-біріне қаншалықты байланысты екенін көрсетеді. Және бұның коэффициенті -1 мен 1 арасында жүреді. +1 деген ең толық байланыс, ал -1 деген толық теріс байланыс. 0 деген болса, значит байланыс жоқ деген мағынаны білдіреді. Келесі қатарға өтетін болсақ, бізде келесі қатарда бізде дәлдік графикасы көрініп тұр. Және бізде результат бойынша дәлдік 1 дегенге тең. Болжанған класстар қатары көрініп тұр, және нақты класстардың қатары көрініп тұр. Ал келесі графика бізде ол decision tree визуализациясы. Шешім ағашының визуализациясы. Мазмұны бойынша бұл график шешім ағашының құрылымын көрсетеді, және мақсаты бұның шешім ағашының қалай құрылып жатқанын, әрбір түйіннің не үшін бөлінгенін көру. Әр түйінде сұрақ немесе шарт көрсетіледі, ал жапырақ түйіндерінің болжамдары болады. Мысалға нәтижеге мысал ретінде қоя алсақ болады. Sepal length 5-45-тен үлкен деген сұрақтан кейінгі бөліну арқылы түрлі класстарды көруге болады. Әде сәл бірмен бірігіп кетіпті. Оны бөліп алуымызға болады. Және келесіде бізде маңызды белгілердің маңыздылығы визуализациясы. Осындай үлкен график. Бұл графиктің мазмұны шешім ағашының әрбір белгіге берген маңыздылығын көрсетеді. Ал мақсаты қай белгілер модельдің шешім қабылдауына көбірек әсер еткенін көрсетеді. Мысалға, petal length белгісі басқа белгілерге қарағанда маңыздылығы жоғары екенін көрсетіп тұр. Мынау полоска, көк полоска осы нәтиже қабылдайтын кезде маңызды деңгейді көрсетеді. Petal length'тің маңыздылығы сонда өте жоғары, ал petal width'тікі
Одан кейін ал сепал мен сепалдың екі уитлендтерінің маңыздары төмен, тіпті жоқ екенін білдіруге болады. Осы графиктер арқылы модельдің өнімділігін және деректер арасындағы байланыстарды жақсырақ түсінуге болады. Бізде визуализациядан бөлек консольда да шығады нәтиже. Консольда нәтиже мына көріп тұрсың қазір. Көрсетсем болады консольда нәтижелерін. Толық көрсетіледі. 5 фолд кросс валидация нәтижесі 0.97-ге тең екенін көрсетеді. Decision tree моделінің жаттықтырылғаны туралы ақпарат береді. Менің инновация сабағынан осы аптадағы семинар және лабораториялық жұмысым осы. Назарыңызға рахмет.